Баршаңызға сәлем. Сіздермен мен Сандуғаш. Бүгін өте жұмсақ дәмді болып шығатын бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бізге қажетті заттарымыз: жылы су алып аламыз, кішкене сүт құйып жібереміз, бір жұмыртқа қосып жібердім, бір қасық майонез қосатын боламын. Тұз қосып барлығын араластырып аламыз. Дрожжды мен жылы бір кесеге жылы суға дрожжды 10-15 минутқа қойып кейін қосатын боламын. Ұнымызды аз-аздан салып илейтін боламыз. Жұмсақ қамыр қылып илейтін боламыз. Өте жұмсақ болса дәмді болып шығады. Қамырымыз дайын. Маймен 1-2 рет қайтарып илеп алатын боламыз. Дайын болған қамырымызды жарты сағатқа қойып қоятын боламыз. Қамырымыз дайын. Жарты сағаттан кейін қамырымыз көтерілгеннен кейін бір қайтарып алып, бір суаласын алып жаятын боламыз. Достар, менің арнама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, қоңырау белгісін басып кетіңіздер. Алдағы уақытта қызықты рецептермен бөлісетін боламын. Қажетті заттарының барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жаққа өтіп көрсеңіздер болады. Сұрақтарыңыз болса, комментарияға жазып кетіңіздер. Видеомды соңына дейін қарап, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Қамырымызды жайып аламыз. Жұмсақ қамыр болып шықты. Осылай жайып алатын боламыз. Газымызге бір жағынан майымызды да қойып қоятын боламыз. Біз кесіп дайындағанға дейін майымыз да қызып тұрады. Кесіп дайындап аламыз. Майымыз қызып тұр. Майымызға салып тез-тез пісіріп алатын боламыз. Өте дәмді болып шығады. Кесіп дайындап алдық. Қызып тұрған майымызға салып тез-тез пісіріп алатын боламыз. Өте жұмсақ болып шығады. Достар, жасап көрулеріңізді сұраймын. Бауырсағымыз дайын. Таңғы асқа ұсына берсеңіздер болады. Достар, өте жұмсақ болып шықты. Менің видеомды соңына дейін қараған болсаңыздар, сіздерге алғысым шексіз. Сіздермен бірге болған Сандуғаш. Каналымның дамуына өз үлестеріңізді қоса отырыңыздар.